Мен Астана қаласынан тұрғыны, Ботагөз Еділбаевна, екінші группа инвалид. Мен қаңтар қырғынында 2022 жылы январдың 4 күні қаңтар қырғынында митингке шыққан болатынмын. Сол митингіге шыққан видеомның бір несі мынау. Соның ішінде бәрі қымбатшылық бәрі реттенеді. Бірақ талап осы өкіметті түп тамырымен жойып, орнына елін өз халық өзі сайлап өздері. Осы қаңтар оқиғасында видео түсірген болатынмын. Одан кейін жаңағы халықтың бәрі көрсін деп Фейсбукқа видео түсірдім. Прямой эфирға шықтым Фейсбуктан. Бірақ сол прямой эфирға шыққан Фейсбуктағы видеоларды өшіріп тастапты мына билік. Менің қаңтардағы мына Тоқаев сол халық қаншама көп шыққанынан қорқып, барлығын реттейміз, барлығын жақсы қыламыз деді. Міне 7 ай болды, ешқандай өзгеріс жоқ. Сол күйінде қалды. Назарбаевтың несін жалғастырып отыр Тоқаев жүйесін. Тоқаев Гага сотына тартуын талап етемін. Себебі Тоқаев Назарбаев 2011 жылы жаңағы Атырауда Жаңаөзенде жазықсыз қазақ қандастарымызды, бауырларымыздың бәрін жазығы жоқ, жұмыс сұрап, айлығын көтеруін сұрап шыққан адамдардың бәрін атып тастады. Олардың алдына шықпастан кеше 2022 жылы 5 январдан бастап атты деп жатыр. Кеше Астанаға келген белсенді жаңағы балалары өлген ата-аналар айтты, 5 январдан бастап атып тастады деп. Сонда ОКДБ келмей жатып, уже атуды бастаған бұлар. Жаңа өзіміздің жергілікті полицейлер, жаңа Алматы қаласының полицейі, содан кейін военныйлар, содан бері мен қазір полицейді, военныйды көрсем жыным ұстайды, жек көрем, жазығы жоқ қалықтатқан үшін. 2022 жылы 17 январ күні маған сол митингке шыққаннан бастап менің телефоныма тыныштық болмады. Әртүрлі белгісіз нөмірлер звондай бастады. 2017 январда менің үйіме полиция келіп, Бағлан деді ма, өзін таныстырды, Бағлан деп. Сол жігіт келіп мені Байқоңырский роводаға баруымды сұрады. Тастап кетті. Сол жерде өзі қолдан жазып тастап кетті. Шақыру қағазын. Ертесі күні бардым сағат 10-дарда. Сол кезде бір 3 сағаттай ұстап отырды мен сол жерде. Неге митингіге не үшін шықтыңыз, неге шығасыз деп. Сол кезде мен жағдайымның барлығын айттым. Қазір халықтың жағдайы нашар деп. Сосын полиция енді соңында жіберіп атқанда маған тергеуші енді келесі митингіге шығасыз ба деп айтты. Мен айттым, халықтың жағдайы жақсармайынша, менің жағдайым жақсармайынша шыға берем, шығымды тоқтатпаймын деп айттым. Мен мынау қазір кешегі Алматы қаласындағы жігіт, кім еді аты? Әлібек 6 жылға жазықсыз қамалып кетті. Оны қаруды алды дейді, қару ұстады дейді. Ол қару атылуға дайындалмаған ешқандай. Сонда қару ұстағанның бәрін қамай беретін болса, не болады сонда Қазақстанда? Одан кейін Шымкент қаласында Ләззат Османбетова, оның 4 баласы бар, кәмелет жасына толмаған 2 баласы бар екен. Соның кәмелет жасқа толмаған баласын ескерместен Еркебұлан Төлешев деді, по-моему, судья. Сол жазықсыз, одан кейін Жұлдыз Қаратаева деген прокурор үкім шығарған. Осылардың бәрі ертең ұрпағымен төлейді, ертең бұлардың бәрін жазасын береміз, бұл билік ауысады. Мен 30 жыл бойы Тоқаевты, Назарбаевты сайлаған емеспін, бір рет сайлауға барған емеспін. Кешегі не жасады, тағы бір митинг болды жақында. Жақында бір, құдай, ұмытып қалдым сол. 30-шы мектепке тәуелсіз бақылаушы болам деп бардым. Астана қаласында 30-шы мектептегі жаңағы комиссия мүшесі, мұғалімдер бәрі жүгіріп орындарынан тұрып, кім жіберді сізді, неге келдіңіз деп, соншалықты жаңа өздерінің арттары таза болмаған екен, қорқып жаңағы не ала бастады, қинала бастады. Олар мені
мен оларға айттым, ертең сайлауға келем 5 күні, және прямой эфирға түсірем, сол жерде видеоға түсірем деп айттым. Мынау Қайрат Сұлтанбекті, одан кейін мынау Жанмұрат Аштаевты, олар ешқандай митингке қатыспаған деп отыр, ешқандай видео дәлел көрсетпестен қамап отыр. Солардың бәрін босатуын талап етем. Қаңтардағы, қырғындағылардың бәріне, барлығына, түрмеде жатып шыққандарының барлығының денсаулығы сыр берген, көбісі инвалид болған, солардың бәріне инвалидность берсін, және де үкімет өзінің қарауына алып, пособие төлесін, инвалидностьтан бөлек. Өйткені ол Тоқаевтың, Назарбаевтың айыбы бұл, және Тоқаев әрбір отбасына, кешегі балалары қайтыс болғандарға, және түрмеде жатып шыққандардың, азап көргендердің бәріне 100 миллион теңгеден өтемақы төлесін. Жаңағы пособиясынан төлейтін пособиядан бөлек 100 миллион теңгеден әр басына, өлген адамдардың басына төлеу керек. Даже Сапарбаев итке барып көңіл айтты ғой, сол ит құрлы болмаған ма, сонда қазақтың құны 100 миллион теңгеден төлеуін талап етем. Тоқаев, Назарбаев Тоқаевтың артында, перденің артында тығылып, Назарбаев Тоқаевты басқарып отыр. Болат Назарбаев қайтыс болды дейді, не дейді, ауырып жатыр дейді, рак дейді. Ол Болат Назарбаевтың, Болаттың ауырғаны бәрі өтірік. Ол қылмыстан жасырыну үшін өзінің жасаған 30 жыл халыққа жасаған қастандығы, геноцидтерін жасыру үшін өтірік ауыр болып қалды. Осы уақытқа дейін барлық интернет желісінен көріп жатырмыз. Қаңтарда Шымкенттің әкімі неде жатқан, Дубайда жатқан екен. Мынау 4 январ күні митинг кезінде Астана қаласының әкімі Кульгинов халықтың алдына шыққан жоқ. Халық сол кезде Кульгиновтың келуін талап етті, бірақ шыққан жоқ. Бұлардың бәрі сол кезде Дубайға қашып кеткен ба, қайда барып жатқан? Бір Аллаға аян енді. Шымкенттік журналист Бақытжан деген жігіт көрсетті ғой. Дубайда жатқан дәлелдерін, фото нелерін бәрін көрсетті. Дубайда демалып жатқан Шымкенттің әкімінің. Бұл әкімдердің бәрі қашып кеткен сол кезде. Полициялардың бәрі тығылып қалған. Сонда халықты осындай қиын жағдайда жалғыз таста қалдырып кетіп отыр. Тоқаев та халықтың алдына шығып, сол 3 күн Атырауда, Жаңаөзен, Маңғыстау көтеріліп 3 күн көшеде тұрған кезде Тоқаев бару керек еді, өзі елдің жаңағы президенті болғаннан кейін барып, халықтың алдына шығып, талаптарын сұрау керек еді. Сіздер не талап қойып жатсыздар, не орындайын, келіңіздер, келсейік, дөңгелек столға отырайық деп талаптарын бәрін орындату керек еді, сұрау керек еді жағдайын халықтың. Жоқ, ол Тоқаев үңгірде тығылып жатып, өзінің жаңағы пещераның ішінде жатты да, телевизордың ар жағынан өзінің жаңағы ататынын хабарлап отырды. Тек қана жаңағы халықтан қатты қорқып кетті да, сол бетті, сол 5 күнге шыққан видеоларын қарасаңыздар, Тоқаевтың екі беті қып-қызыл болып қатты қорқып, барлығына келісуге дайын, бірақ халықтың алдына шығуға қорқып отырды. Неге? Өйткені халықтың алдында ары таза емес Тоқаевтың, Назарбаевтың. Тоқаев мынау қазіргі Қазақстандағы нелерге айтарым, балалары қаңтарда азап көргендер, түрмеде жатып, олардың болашағын бәрін жаңағы екі шатынан тепкен, бүйректерін түсірген, жаңағы атып өлтірген, сол ата-аналардың бәріне айтарым, менің үндеуім, барлығыңыз жабылып, халық сіздерге ақша жинап береді. Сіздер бәріңіз жабылып, неге Женеваға барып, ООН-ға барып талап етіңіздер. Ашық сот болсын, ашық сот болу керек. Бұлай үнсіз қалмаймыз біз бәрібір. Тоғырысы, тоқайсы.